Quizzes бұл бізде білім алушылардың білімін тексеруге және де қызықты түрде қайталау жасауға арналған танымал ойын платформасы болып саналады. Жалпы Quizzes'дің интерфейсіне тоқталатын болсақ, өте қарапайым әрі заманауи. Сондықтан мұғалімдер мен оқушылар үшін өте қолайлы болып есептеледі. Quizzes платформасына тіркелу үшін ең алдымен Google-ға Quizzes деген жазамыз, ең алғаш шыққан сайтқа кіреміз. Егер де ағылшын тілін толық түсінбейтін болсаңыздар, онда жоғарыдан орыс тіліне аударып алуға болады. Осы уақытқа дейін сіз бұл сайтты қолданбаған болсаңыз, онда ең алдымен зарегистрироваться батырмасын басамыз. Одан кейін бұл жерде Google аккаунтпен, немесе электронды поштамен, немесе Facebook аккаунттың көмегімен тіркелуге болады. Мен бұл жерде Google аккаунтты таңдаймын. Соның ішінде өзімдікін таңдаймын. Продолжить батырмасын басамыз. Дәл осындай жолмен сайтқа тіркелеміз. Қазір біз интерфейсіне толық тоқталып өтейік. Ең бастапқы жоғарғы мәзіріне тоқталатын болсақ, Search in Quizzes Library дегенге біз кілттік сөзді енгізу арқылы дайын викториналар мен тапсырмаларды іздей аламыз. Егер де өзіміздің жасаған жұмыстарымыздың ішінде кілттік сөздер кездесетін болса, онда біз My Library батырмасын басамыз. Болмаса, толық Quizzes платформасындағы барлық жасалған викториналарды шығарады. Reports сөзін басатын болсақ. Және де бұл жерде қоңырау батырмасы, бұл жаңа жаңартулар немесе тапсырма статус ұсыныстар осы жерде көрінетін болады. Мысалы, жаңа тапсырмаларымызда өзгерістер пайда болса, осында 1 деген сан пайда болады. Бізде қазір бастап жаңадан тіркелгендіктен барлығы тап-таза болып тұр. Create new content батырмасын басқан кезде біз жаңа тест, сауалнама немесе презентация құра аламыз. Міне, lesson, quiz, курс, create quiz using AI деп тұр. Енді сол жақ бетіндегі мәзірге тоқталатын болсақ, яғни home сөзі бұл бізде бастапқы бет. Міне. Одан кейінгі Add collaborators батырмасын басқан кезде бұл жерде бізде басқа мұғалімдермен бірге тапсырма жасау мүмкіндігі көрсетіледі. Мысалы, басқа мұғалімнің email адресін жазып, мен оның жасаған тапсырмаларын көре аламын және оған өзімнің тапсырмаларымды бере аламын. Яғни, бағдарламаның ішінде өзара байланыс жасауға мүмкіндік берілген. Келесі LMS Integrations батырмасы бұл Google Classroom, Microsoft Teams сияқты платформалармен біріктіру жұмыстары жүргізіледі. Келесі library, яғни библиотека, сақталған және де жасалған тапсырмалардың жиналып тұратын бөлімі. Келесі AI Studio, бұл жаңадан қосылған батырма бізде. Бұл жерде жасанды интеллект арқылы құжаттан немесе мәтіннің көмегімен викториналар жасай алады. Яғни біз дайын PDF файлды, болмаса Word форматтағы файлдарды енгізіп, сол файлдың ішіндегі мәліметтердің көмегімен бізге викторина құрастырып бере алады. Келесі курсы. Сабақтарды жүйелеу процесі жүзеге асырылады. Келесі Reports батырмасында бізде оқушылардың нәтижелерін көре аламыз. Яғни біз жасаған викториналардан, тест тапсырмаларынан қандай оқушы қанша оқушы тапсырғанын, әр оқушының қанша сұраққа дұрыс жауап бергенін барлығын осы жерден көре аламыз. Groups батырмасы бұл сыныптар мен топтарды ұйымдастыру, яғни осы жерде ұйымдастыру, топтастыру процесі жүзеге асырылады. Келесі баптаулар, бұл жерде аккаунтқа өзгерістер енгізуге болады. Username, яғни өзіміздің никнеймімізді өзгерте аламыз, бағдарламаның тілін өзгерте аламыз. Мысалы, қазір менде ағылшын тілі болып тұрса, мен оны қазақ тіліне өзгерте аламын. Міне, толығымен сол жақ шетіндегі мәзірдегі сөздердің барлығы қазақ тіліне аударылды. Мына жерде анықтама және қолдау. Бұл көмек көрсету және де нұсқаулық беру бөлімі болып саналады. Төменде бізде менің аккаунтым тегін версия деп көрсетілген өзі, және де корпоративтік аккаунт болып саналады. Бұл жерде бізге аккаунтқа 14 күн бағдарламаны қолдануға рұқсат етілген, яғни 14 күн біз тегін қолдана аламыз. Жаңа атап өткендей, Quizzes платформасы бізге 14 күнге тегін қолдануға беріледі. 14 күндік лимитіміз аяқталғаннан кейін біз жұмысты ары қарай ақылы түрде жалғастыра аламыз. Upgrade батырмасын басқан кезде бізде ақылы жоспарларды көрсетіледі, яғни Essential және де Enterprise деп аталатын екі түрі бар. Ең алғаш Essential жоспарына тоқталатын болсақ, бұл кішігірім командаларға арналған. Яғни бұл жерде максимум 30 оқушыға дейін енгізіледі. Айына бағасы төленетін $90, яғни жылына $1080 төленеді. Бір айлық лимиті ол
30 ғана қатысушы жүйеге қосыла алады. Бір уақытта тек 30 қатысушы викторинаға қатыса алады. Яғни бұл жоспардың өзінің лимиті бар. Тек қана 30 оқушы сіздің дайындаған викторинаңызды немесе тестіңізді тапсыра алады. Сессия саны шектеусіз. Яғни қанша рет тест жасасаңыз да өзіңіз білесіз. Саны шексіз. Және де коллабораторс, яғни әріптестеріне тоқталатын болсақ, 5 әріптестен бірге бір жобада жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Яғни бір викторинаны 5 мұғалім қолдана алады дегенді түсіндіреді. Жалпы екінші түріне тоқталатын болсақ, Enterprise жоспары. Бұл бізде үлкен командалар мен көп ұжымдық ұйымдарға арналған, яғни компанияларға, болмаса холдингтарға сияқты. Бағасы нақты топтың қажеттілігіне қарай есептеледі. Яғни топта қанша адам бар, қанша уақыт қолданады, соған байланысты жеке есептелінеді. Нақты тұрақты бағасы жоқ. Бір айлық лимиті бұл жерде айлық шектеуге жеке келісім арқылы бекітіледі. Нақты 30 оқушы, 30 адам, болмаса 50 шақты адам деген сияқты шектеулер жоқ. Оны жеке келісім арқылы жаңағы төленетін ақшасының көлеміне, суммасына байланысты болады. Бір сессияда 1000 қатысушыға дейін қосыла алады. Одан кейінгі қарастыратынымыз сессия саны шектеусіз, яғни дайындаған викториналарға, тапсырмаларға қатысатын адамдардың саны шексіз. Оны мысалы біз бір емес бірнеше сыныпта алып, барлығына бірдей бір викторинаның сілтемесін жібере аламыз. Яғни Enterprise жоспары бізде көп сыныптармен жұмыс істеуге арналғанда өте тиімді болып саналады. Сонымен қатар командадағы әріптестер саны шексіз. Ол жерде 10 мұғалім болуы мүмкін, немесе одан да көп болуы мүмкін. Екеуі бізде жалпы тек екі түрлі ақылы жоспар бар. Егер де 14 күндік тегін мүмкіндік аяқталған кезде, ары қарай жұмысыңызды ақылы түрде жалғастыруға болады. Бизнес платформасымен жұмыс істеуге бірнеше мысалдар көрсетейін. Ең алдымен, оң жақ бөлігінде создать новый контент батырмасын басамыз. Бізде бұл бетте сізге қандай жұмыстар көрсетіледі, яғни мүмкіндіктер тізімі көрсетілген. Бұл жерде ең алдымен контрольный опрос, яғни бақылау тесті. Оқушылардың білімін тексеруге арналған қарапайым бағалау құралы. Бұл мүмкіндіктің мақсаты жылдам және қысқа тесттер жасау болып табылады. Екіншісі урок, яғни сабақ. Слайдтар мен сұрақтарды біріктіріп, интерактивті сабақ құрастырып бере алады. Бұл бөлімнің негізгі мақсаты оқушыларға материал ұсыну және де бірден сұрақ қою болып табылады. Үшінші мүмкіндігі ол курс. Бұл жерде біз бүтін бір оқу бағдарламасын құра аламыз. Сабақтарды, викториналарды және бақылау тесттерінің барлығын біріктіріп, толық курсты жасай аламыз. Курстың негізгі мақсаты жүйелі түрде оқыту жоспарын дайындау. Төртінші мүмкіндігі ол жасанды интеллекттің көмегімен викториналар құрастыру. Бұл жерде құжат, видео немесе сілтеме негізінде сұрақтар автоматты түрде құру үшін жасанды интеллектті пайдаланамыз. Яғни дайын материалдарды енгізу арқылы біз викторинаны тез әрі автоматты түрде жасауға мүмкіндіктерді ала аламыз. Жасанды интеллекттің көмегімен викторина жасау мүмкіндігін қарастырайық. Ең алдымен бізде выберите, как вы хотите создать свою викторину деп сұрап тұр. Егер де бізде дайын материал, яғни Word форматтағы файлда дайын деректер, мәліметтер болса, біз сол файлды енгізіп, сол файлдың көмегімен бізге викторина жасап бере алады. Болмаса кез келген бір сайттың сілтемесін енгізу арқылы сол сайттағы мәліметтердің көмегімен викторина жасап береді. Ал келесі тақырып енгізсек болады. Мысалы, білім берудегі жасанды интеллекттің қызметі, дамуы дейік. Дәл осы тақырыпқа байланысты бізге 10 сұрақ деп белгілейік. Викторина дайындап береді. Что такое искусственный интеллект в образовании? Сұрақтары мінекей барлығы. 10 сұрақ дедік, 10 сұрақты дайындап берді. Егер де бізге дайындаған сұрақтары немесе жауаптары ұнамайтын болса, онда редактировать батырмасын басып, өзгеріс енгізе аламыз. Және де егер сұрақтар 10-нан көп болған қаласаңыз, өзіңіз қосымша тағы да сұрақтарды добавить новый вопрос батырмасының көмегімен қоса аласыз. Егер де дайындап берген тапсырмасы сізге ұнаса, көңіліңізден шықса, онда төмендегі импорт батырмасын басып, файлды сақтай аласыз. Болмаса, көзіңіздің өзінің библиотекасында да сақтауға болады. Келесі
предварительный просмотрды басқан кезде міне біздің дәл жаңа дайындаған викторинамыз осылай көрсетіледі. Әр сұраққа 30 секундтан беріледі. Егер сізге 30 секунд аз болған болса, онда мына жерден уақытын өзгерте аласыз. Басқа тілге ауыстыру керек болса, сол жақ бөлігіндегі тізімнен таңдаймыз. Мысалы, қазақ тіліне ауыстырып көрейік. Міне. Дәл орыс тілінде жазылған мәтінді қазақ тіліне аударып берді. Сізге қазақ тілінде керек болған жағдайда, онда дұрыс аударылған болса, дайындалған викторинаны сақтай аласыз. Егер сіз берілген мәліметтерде грамматикалық қателіктерді көрген болсаңыз, оған мен көрсетіп тұрған батырманы басу арқылы өзгерістер енгізе аласыз. Яғни сіздің мәтініңіздегі грамматикалық қателіктердің барлығын дұрыстап береді. Бал қою жүйесі, мына жерден таңдаймыз. Бір сұраққа дұрыс жауап берсе осындай бал деген сияқты. Барлығы өзіңіздің қолыңызда. Импортировать файлды басамыз. Таблица түрінде, Google форма түрінде, Google презентация түрінде және де тағы да басқа форматтарда сақтауға болады. Келесі дайын материалдың көмегімен викторина жасауды қарастырып көрейік. Мысалы, кез келген бір мәліметтер жазылған файлды таңдайық. Осы файлдың ішіндегі мәліметтерге байланысты бізге қазір тест тапсырмаларын дайындап береді. Создать тест. Қазақ тіліне аударып алайық, себебі біз қазақ тілінде сабақты өтетін болғаннан кейін қазақ тілінде жазылғаны дұрыс деп санаймын. Қатысты мәліметтер жазылған. Біздің де тапсырмамыз, міне бұлшықет тіліне тән қасиет қандай, олар әрқайсысына, яғни сол Word форматтағы файлдың ішіндегі мәліметтерден 10 сұрақ құрастырып берді. Яғни біз қандай вариантты таңдасақ та, бізге ол барлығымен жұмыс істей алады. Кез келген тапсырманы жүзеге асыра алады. Публиковать батырмасында басып, жалпы көзіңіздің несіне сақтау жіберсек болады. Басқа да мұғалімдер, оқушылар көре алады. Ішінде біз ең бастысы викторина жасауға қатты көңіл бөлдік. Себебі біз үшін біздің сабақтың басты мақсаты осы Quizzes платформасында тест тапсырмаларын, викториналар жасау болып табылады. Алдағы уақытта, егерде алдағы бейне сабақтарда курс жасау процесін көрсетуге де болады. Контрольный опрос деген бізде ол көбінде оқушылармен кері байланыс жасау үшін қолдануға арналған. Яғни сабақтың соңында сабақ ұнады ма, түсінбеген жерлеріңді жазыңдар, болмаса сабақта тағы қосымша қандай мәліметтер үйренгілерің келеді деген сияқты сұрақтарға жауаптарды біз осы контрольный опрос бөлімінің көмегімен жүзеге асыра аламыз. Яғни соңында осының нәтижесі бізге Google форма ретінде ала аламыз, болмаса электронды таблица түрінде. Соның нәтижесінде біз қай оқушы сабақты қаншалықты деңгейде түсінгенін біле аламыз. Жалпы алғанда Quizzes платформасы бұл мұғалімдерге шығармашылықпен жұмыс істеуге, ал оқушыларға білімді ойын арқылы меңгеруге, ал тренерлерге тиімді бағалау өткізуге таптырмас құрал болып табылады. Яғни кез келген тұтынушы үшін өте тиімді, қолайлы және де пайдалы платформа болып есептеледі. Бұл платформа заманауи цифрлық білім беру процесінің ажырамас бөлігіне айналып келеді.